жақсы болып кететін деген ниеті бар шығар, ниетіне әрине жетсін. Менде талай Жанатбек деген қоды білесіздер ғой, соның тұсауын кесіп жатқан талай көрдім негізі. Бірақ ішімнен ойлап тұраттығым, мынаған тұсауын кессе қалай болады екен деп. Сол айтпақшы, мынау жалпы бір ойланып, бір механизм ойлап тауып қою керек болып жүр негізі. Көп жерде тұсау кесуге де бір гонорар қойып қоймау деймін. Тұсауды мынау қайшымен кессе 200 мың, пышақпен кессе 300 мың деген сияқты. Бұдан кейін ауызға түкірту деген бар айтпақшы. Бәрекелді. Түкіріп тегін енді. Ассалаумағалейкум Жаңғызей. Мынау менің бәрекелді. Інімсің енді менен тоқтам шыдай алмай шығып жатыр Жұбаншаға. Үйден бар екен. Менің 7 рудың ішіндегі ағам менің Жұбаншаға. Араласамыз. Бекер айттың ғой. Мен табым болсам, бұл кісі екеуміздікі интермедия сияқты болып кететін қазір қой. Мен ағам болды. Осы жерде енді біздің Маңғыстауда жалпы үрдіс бар ғой. Тұсау кесу, жаңағыдай шаш алу деген сияқты. Сондықтан бір жас сыймай келіп тұр екен, бір қошемет құрметтеріңізбен қашан болайық, келіңіздер. Ортаға шақырайық, сөйтіп қызымыздың тұсауын кесейік. Бірақ ол өте тез өту керек. Кәнекей. Құрмет, қошемет қызымыздың аты кім? Раяна. Жұмақтың қақпасына. Қошемет құрмет Жаңғызей. Айшымен сондай, мынау аталарындай, аналарындай үлкен сол кісілердің жақсы жолын берсін деп тұсауын кесейік. Тұсауын кесіп болмайтын келген кезде. Ал қошемет құрметтеріңіз Жаңғызейдің қошеметі қайда? Кішкентайымыздың жасы сау болсын, бауы берік болсын. Жұбаншаға танымал әнші қыз болсын. Шашу! Қаттық шашу шынау! Артына дейін жетсін, қанеке! Міне қалған осы жігіттермен қыздарға баратын болсаңыздар.